Әлем қыздар, біз бүгін сіздермен осындай өте дәмді пирожное картошка дайындаймыз. Менімен бірге жасап көріңіздер. Қажетті заттарды описанияға қалдырып кетемін. Ең алдымен печеньелерімізді блендерімізге салып, барлығын майдалап аламыз. Барлығын майдалап алғаннан соң, ыдысымызға барлық майдаланған печеньелерімізді саламыз. Оның үстінен 2 ас қасық какаомызды саламыз. Менде какао малайзийский. Оның үстінен бөлме температурасындағы сары майымызды және сгущенкамызды саламыз. Барлығын бір келкі болғанынша араластырамыз. Бізде осындай масса шығуы қажет. Енді біз пирожныйларымызды формаға келтіріп, барлығын жасаймыз. Сіздеріңіздің қалауларыңыз бойынша формасын шығарсаңыздар болады. Бірақ бұл пирожный картошка деп айтылғандықтан, формасын картошкаға ұқсатсаңыздар болады. Барлығын осылай әдемелеп жасап аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Балаларыңыз сүйсініп, жеп тауысып қояды. Одан соң үстіне какаомызды осылай ситадан өткізіп, бетіне сеуіп шығамыз. Әсемдеу үшін осылай кремді үстіне орналастырсаңыздар болады. Түрі әдемі болып көрінеді. Осындай өте дәмді әдемі пирожныйларымыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің каналыма лайк басып, тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.